Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен Жаукен. Бүгін мінекей біздер бұйырса Амангелді ауданына, Амангелді деп өтетін тойға футбол додасына жүрейін деп жатырмыз. Мінекей юниор футбол командасынан ойыншылары тұр. Жалпы осы юниор футбол командасы капитаны Аубакиров Әлби бауырымыз сол командаға ойнауға шақырған болатын. Бұйырса мінекей Данабеке футбол командасының ойыншысы болсақ та, енді юниорға жалпы 3 күн өтетін жарыста, республикалық жарыста барша үлесімізді қосуға тырысатын боламыз. Жалпы бұл жарысқа Данабекенің өзі де қосқан болатын, бірақ та жаңа қаржылық мәселелерге байланысты Данабеке ол жарысқа бара алмайды. Бірақ десе де, құрметті достар, бүгінгі түсірілім өте қызықты болады дегенге сендім. Ал құрметті достар, біздерменен мінекей ФК юниор командасының жетекшісі, капитаны, жалпы Наурызым ауданының кеу баласы мінекей Қостанай өңіріне белгілі футболист Абакир Әлби. Жалпы бүгін мінекей бұйырса юниор футбол командасы Амангелді ауданындағы үлкен футбол додасына жүрейін деп жатыр. Жалпы Амангелді ауданындағы осы жарыс жайлы не айтасыз? Жарыс менің естуімше республикалық деңгейде болады екен. Осы жөнінде бір айтып өтсем. Жалпы бұл жарыстың осы сіздің командаға маңызы қандай? Ассалаумағалейкум. Енді жарыс 4-6 аралығында болады, 3 күнде. Құдай қаласа Астанадан 2 команда жас Қостанайдан барады, чемпион КСК. Сол маңызды дегенде енді спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Алла қаласа Қостанайдан жақсы состав жинап барып, жақсы өнер көрсету ғой. Әрине, спонсордың алдында шамалы болса да кубок трофей алсақ, сол бізге маңызды салмас. Жалпы енді юниор жай ғана емес, сол жарыста бір жүлделі орын алу үшін барады, Әрине. Енді сол Астанадан, Қостанайдан, басқа да өңірлерден мықты командалар келеді дейді. Жалпы енді сол команданың арасында сескенетін командалар бар ма? Шығып қалмаса екен, осы біздің топта болмаса екен деген секілді командалар бар ма? Немесе барлығы бірдей ма? Әрине, енді футбол бәріміз ішінде ойнап жүр ғой, ондай қорқамыз не деген жоқ қой, бірақ басында КСК деген команда кездеспесе дейміз. Өйткені ол жақсы команда, Қостанай чемпиондары, футзалда да, үлкен футболда да ішінде ойнайтын, бірінші лиганың, премьер-лига ойнап тұрған футболисттер да. Алла қаласа олармен бірінші ойын емес, жаңағы ширек финалда сонда кездессек жақсы болады. Бақ шабама, бап шабама бір Алла біледі. Иә, әрине. Жақсы, онда сәттілік юниор командасына. Все жақсы, аха. Мінекей Аманқарағай жеріне келдік. Әлде де біраз жол бар. Бірақ өкінішке қарай жарты жолда мінекей машинамыздан кішігірім ақау шығып, осы Аманқарағайда орналасқан СТО-ға келуімізге себеп болып тұр. Бұйырса енді қазір машинамызды жөндеп алып, ақауларын жолға армен қарата шығатын боламыз. Ал құрметті достар, біздер жолға шықтық. Биттің бастар, 3 машина сен тиіспейтін зат бар, ешкімге айтпа, оставь там это. А где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят. Биттің тастар, биттің бастар, сен тиіспейтін зат бар, ешкімге айтпа, оставь там это. А где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят. Биттің тастар, биттің бастар, сен тиіспейтін зат бар, ешкімге айтпа, оставь там это. А где твой план, что все это заработало? Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят. Биттің тастар. Ал құрметті достар, тағы да ассалаумағалейкум. Кеше біздер жақсы видеолар түсіріп жатқан болатынбыз, бірақ өкінішке қарай телефонымыздың зарядкасы өліп, кеше 6-дан бастап телефонның зарядкасы бітіп, енді ғана қосылып жатыр, құрметті достар. Сол үшін кешегі біз Торғай ет, яғни Арқалықтың екінші командасымен болған ойын түсіре алмадық. Өкінішке қарай біз ол ойында 4-2 есебін құрған болатынбыз.
Ал бүгін бізде өте маңызды матч. Дәл қазір біз енді матч алдында қуаттанып алу үшін осы кішігірім асханаға келіп өттік, құрметті достар. Сағат 12 кезінде бізде Амангелдік құрамасына қарсы сондай тамаша ойын күтіп тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Бұйырса, бұл ойында жеңуге тырысамыз. Ал құрметті достар, біздер мінекей Амангелді ауылының орталық стадионына келіп жеттік. Дәл қазір КСК құрамасы қателеспесем ойнап жатқан секілді. Әлде олай емес па? Міне құрметті көрермендер, кім болса да әйтеуір дәл қазір ойын өткізіп жатыр. Санаулы минуттардан кейін ФК Юниор және де Амангелді командасы ойнайтын болады. Мінекей стадионның көрінісі әжептәуір, тәптәуір жақсы стадион бұл, құрметті достар. Құрметті достар, ойынға санаулы минуттар қалса да, дәл қазір біздер ФК Юниор жігіттерінен сұхбат алатын боламыз. Яғни ФК Юниорға топтан шығу үшін бүгін міндетті түрде жеңу керек. Мінекей КСК командасы деймін шамасы гол үстіне гол соғып жатыр. Бұл турнирдің басты фавориттері. Дәл қазір ФК Юниор ойыншыларынан сұхбат алатын боламыз. Құрметті достар, бізбен ФК Юниордың шабуылшысы Русия. Кеше ғана бір гол соғып едім. Жалпы енді кешегі ойында жарақат алып қалған болатынсың. Қалай, жалпы жазылды ма жарақатыңыз? Кешегі ойын енді 4-2 есебімен өкшілерді ұтылып қалдық. Енді көбісі айтып жатыр, жолдан келе салып ойнай салдық, соның кесірінен деп. Ал енді бүгінгі ойын, жалпы осы Амангелдік құрамасына қарсы ойында өзіңізді қай жағынан көрсете аласыз? Тағы да гол соғатын ниетіңіз бар ма? Я забью по-любому, настрой боевой, по-любому должны выиграть сегодня. Енді топтан шығу үшін ФК Юниорға білесіз 2-0 немесе 3-0 есеп ату керек. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть времени не хватило нам забить третий гол. Но сегодня постараемся выиграть со счетом 3-0, так как нам нужна эта победа. Постараемся сделать все, что в наших силах. Жақсы, рахмет. Құрметті достар, бұл ФК Юниордың шабуылшысы Русия. Рахмет. Рахмет. Бүгінгі ойынға сәттілік тілейміз. Енді тағы да бір-екі ойыншыдан сұхбат алып көрейік. Ал құрметті достар, біздер мінекей Амангелді құрамасының жанкүйерлеріне келіп жеттік. Ассалаумағалейкум аға. Есіміңіз қалай болады? Нұрлыбек ағай. Жалпы енді кеше көрдіңіз, Амангелді құрамасы торғай етті ұтқан болатын 3-0-мен. Бірақ бүгін Қостанайдың командасымен ойнайды. Қазір 1 сағаттан кейін. Енді жалпы осы ойынға ойыңыз қалай? Қостанайды ұта ала ма Амангелді? Жоқ па? Енді ол қалайсы болады. Өйткені мына шеберлікке байланысты қаншама деген Қостанай жастар ғой. Болашақ келешек солардікі. Бірақ енді үміт үзілмей, өмір үзілмейді дейді, сеніміміз бар. Үмітсіз шайтан. Біз үміттенеміз, үміттен түгіл Амангелдінің құрамына сенеміз. Өзім 30 жыл жанкүйерлігім нем бар, стажым дегендей орысша айтқанда. Енді жігіттер алу тиісті. Солай ойлаймыз. Жалпы Амангелді құрамасы қанша байқасам да өз алаңында жақтан дейді. Өткендері өз алаңында Арқалық, Торғай, Наурызым секілді командалар ұтып алған болады. Енді осы жолы Қостанайдыра ұтады деген ойдасыз ғой жалпы? Ойдамыз. Өйткені орысша айтқанда дома и родные стены помогают дегендей. Сосын енді Құдай қаласа жанкүйерлер бар. Біздің үлесіміз қосатын шығар деп ойлаймын жеңіске. Дегенмен Амангелді жеңу тиісті. Жақсы, Алла разы болсын. Амин. Құрметті достар, естен болған мінекей Амангелді құрамасының стажы бар жанкүйері Нұрлыбек ағамызға Алла разы болсын. Рахмет. Ал құрметті достар, сіздермен мінекей ФК Юниордың жетекшісі, капитаны, жарық жұлдызы аңызы Әубәкіров Әлиби. Адам күлдірді. Жоқ ол. Шыңғы? Сонымен Әлиби, жалпы кешегі ойында не жетіспеді командаға? 4-2 есеп ұтылып қалды. Командаға ойын жетіспеді. Әйтеуір енді 4-0 болмағаны шүкір. 2 гол соғып, абырой болып, бүгін енді мүмкіндік бар. Бірақ Амангелді құрамасының 2-0, 3-0 есебімен өз жанкүйерлердің алдында ұта аласыздар ма, жоқ па? Енді әрине ұту үшін шығамыз ғой. Құдай қаласа. Жақсы ойын көрсетеміз ойлаймыз. Ұтып ширек финалға шығуға жігіттердің бәрінде настрой мықты. Әлбетте енді 500 км ат терлетіп келгеннен кейін
жүлделі орын алуға міндеттісіздер ғой енді былайша айтқанда. Бірақ енді кешегі ойыннан қарағанда біраз тактикалық өзгерістер бола ма бүгінгі ойында? Иә, бүгінгі ойында өте біз жақсы ойын көрсеміз, жақсы жағымыздан кеше шамалы түспеушілік болып қалды. Және мынау жігіт өздеріңіз қарап отқандай, кеше ойында өте жақсы ойнаған жігіттердің бірі. Сол, Алла қаласа енді поляға шығып жігіттер намысты қолдан бермей. Жақсы сәттілік онда. Бүгінгі ойында жеңіс тілеймін. Сонымен құрметті достар, мінекей Амангелді юниор арасындағы ойында басталайын деп жатыр. Бұл бүгінгі матчтың орталық ойына. Қайсы команда жеңеді, сол команда топтан шығады. Сен жәкет тиган үстіндесің. Али әр жағында, мен центрде, кім екеуміз центрдамыз. Айдосбек вообще алда. Центр, Темірлан Ержанович. кім? Рүстеммен топшы. Жігіттер, давайте болды, мандамен кешеден бері айтып жатырмық қой, біле, кеше ойын дұрыс болмады. Давай жинал аяқтар нормально жеткізмейді, өзіміз көрсетпей, аяқ тартпай нормально намыспен. Бүгін үйге кеткенін келмесе, давай сырт жақтан келіп отыр, қаншама адам келіп отыр. Каждый бір 45 минут, 90 минут қой жүгірсеңдер. көрсетейік өз-өзіміз, Ауыл ғой, бірақ жігіттер қаладан келіп тұр, бірақ қаладан жер бар. біреу зигазага дейсің. Зигазага! Сонымен құрметті достар, Амангелді және юниор арасындағы ойын басталды. Есеп 0-0 және де бүгін тамаша ойынның куәгері боламыз деген ойдамыз. Сонымен достар, ойынымыздың 10-шы минуттарда өтіп жатыр. Есеп әзірге 0-0. Екі команда бір-бірін айбаландарына жақындатар емес. Әзірге доп орталық алаңда. Мінекей көріп отырсыздар, екі команда ойыншыларды пас беруден жиі қателесуде. Сонымен бір штамы добы, 14-ші нөмір Жола. Алсырылған пас және гол! Гол, құрметті көрермендер! Есеп 1-0, мінекей. Кім ойлаған? Кім ойлаған, құрметті достар? Бір штамы добынан. Тиді кәдімгідей. Арма видеосы жібер. Марат алып тұрған досымыз алысып кеткен қыз. Арма құдайлар болсын. Құрметті көрермендер, осымен біздің Амангелді ауылындағы саяхатымыз аяқталды. Бағана ойын өте қызық тартысты болды, бірақ жаңағы ойында таласты мәселелер көп болды. Бұл жаңағы төрешінің 2 пенальтиді қоюы және де ФК юниордың салған 1 голын санамауы өзінің жұмысын жасады. Яғни Амангелді юниор 1-1 есебімен тең ойнады. Амангелді финалға шықты. Ал бірақ юниор ойыншылары өкінішке қарай мінекей жарысты аяқтап кетіп бара жатырмыз. Лайк басыңыздар, арнамызға тіркеліңіздер. Осындай қызықты видеоларды алдағы уақытта түсіретін боламыз. Ал құрметті ағайын туысқандар, біздер мінекей Амангелді ауданындағы кеше келген сапарымызды бүгін аяқтап жатырмыз. Амангелді өзінде осындай керемет, осындай тамаша жері бар екен. Вот, у меня одноклассница там была. Hey,